Бес саусақ. Бес саусақ арқылы есептеудің әртүрлі әдісі бар. Енді бір түрі төрт саусақты пайдалану. Бармақпен әр саусақтардың буындарын нұқып санау. Төрт саусақтағы буындар саны 12. Әр саусақтағы буын саны 3-тен. Олай болса, төрт саусақ жылдың 4 мезгіліне сәйкес келеді. Саусақ атаулары: бас бармақ, сұқ саусақ, ортан қол, аты жоқ қол, шынашақ. Сұқ саусақ: наурыз, көкек, мамыр, бұл көктем айы. Ортан қол: маусым, шілде, тамыз, бұл жаз айы. Аты жоқ қол: қыркүйек, қазан, қараша, бұл күз айы. Шынашақ: желтоқсан, қаңтар, ақпан, бұл қыс айы. Саусақтардың ұзындығы жыл мезгіліндегі күннің ұзақтығын көрсетіп тұрады. Наурызда, қыркүйекте күн мен түннің ұзақтығы теңеледі. Ендеше сұқ саусақ пен аты жоқ қолдың ұзындығы орташа. Қолдағы ең ұзын саусақ ортан қолдың бірінші буыны маусым айын көрсетеді. Бұл күннің мейлінше ұзаратын айы 22 маусым, ал ең қысқа күн 22 желтоқсан болатын айға шынашақтың бірінші буыны сәйкес келеді. Сол сияқты мүшел есебіне 10 саусақ, 2 білекті қолданып есептеулер жасаған. Яғни 10 саусақ, 2 білек 12. Бала тәрбиесіне ерекше мән берген қазақ халқы тілі жаңа шыға бастаған балаға санауды үйретуді бастаған. Санау құралы ретінде саусақтарды пайдаланған. Бас бармақ, балаң үйрек, ортан терек, шылдыр шүмек, кішкене бөбек. Сен тұр жылқыңа бар, сен тұр қойыңа бар, сен тұр түйеңе бар, сен тұр сиырыңа бар, сен қария үйде жат, деп саусақтарды біртіндеп жазып санауды үйреткен. Кейде құлыныңа, қозыңа, ботаңа, бұзауыңа бар деп те төлдердің атымен де айтады.